Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеоблогта керемет те осындай пайдалы жеміс авокадоның пайдасы мен зияны туралы айтатын болам. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Баршаңызға мың алғыс. Жалпы авокадо тропикалық жеміс, негізінен көкөніс түрінде қолданылады және де көкөніс түріне жатады. Авокадо ағашы жалпы алғаш рет Мексика мен орталық Америкада пайда болған, ал қазіргі таңда әлемнің көптеген елдерінде өсіріліп жатыр. Авокадо сырты жасыл, қоңыршыл, қара түсті қаралау болып келеді. Сопақша болады көбіне, ал кейбір кездерде алмұрт пішініне ұқсас түрлерінде кездестіруге болады. Ал іші жұмсақ, майлы болады. Сарғыш, жасыл түсті, дәмі өте жұмсақ, крем сияқты болып келеді. Құрамында сау майлар, клетчаткаға өте бай. Азуды қалап жүрген адамдар болса, таңғы асқа осы авокадоны жеген өте пайдалы болады. Және де құрамында витаминдер К, Е, С, В тобы бар. Және де калийға өте бай. Калий бізде бананда да бар, бірақ банан мен авокадоны салыстырғанда авокадода калий витамині өте көп. Пайдасына келсек, жүрекке өте пайдалы, давлениені бір қалыпты ұстайды, көздің көруін жақсартады, терімізге пайдалы, біздің шашымызға да пайдасы өте мол. Қабынуға қарсы әсер ете алатын көкөністің бірі, ас қорытуды жақсартады, қандағы қанттың деңгейін азайтады және де иммунитетті көтереді. Ал зиянын айтсақ, 100 грамм авокадода шамамен 160-200 калориядай болады. Демек, артық жесеңіз, артық салмақ қосуыңыз мүмкін. Ал аллергиялық реакцияларда болуы мүмкін кей адамдарда, және де көп жейтін адамдарда, мөлшерінен тыс жейтін болсаңыз, бауырға да ауыртпалық болуы мүмкін. Жалпы жеңіл салат жасап жеуге болады, түрлі паштеттер жасап, таңғы асқа блендермен езіп жейтін болсаңыз, керемет тағамның бірі. Жалпы айтқанда, азуда, дұрыс тамақтануда кеңінен ұсынылатын көкөністің бірі, өте дәмді негізінде және де тойымды болып келеді. Авокадоның осындай таза піскен түрлері кішкене қарашыл, солыңқыраған сияқты болады. Солары анық піскен. Көріп тұрғандарыңызда жемістің ішінде өзінің сүйегі де болады. Негізінде жеп тұруға кеңес берер едім. Қатты жасыл, ашық жасылдары ол әлі дұрыс піспеген түрі болып келеді. Таза піскені қоңыршыл, қарашыл түрін алсаңыздар, сол өте дәмді түрі болады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, подписка жасаңыздар. Баршаңызға мың алғыс.